Ағылшын тыңшысының мойындаулары. Газиантеп қаласының бұрынғы әкімшілік қызметкері Аюб Сабри мырзаның 1978 жылы Стамбулда басылған «Тұтқындық жылдары» деген кітабында былай жазылған: ағылшындардың менталитеті бойынша қандай да бір мұсылманға зұлымдық етіп қорлау ұлттық міндет болып саналады. 20 мыңнан астам мұсылман тұтқындарды 1919 жылы Мысырда Аббаси ауруханасында қол аяқтары шабылған күйде еді. Тұтқындарды анадан туғандай жалаңаштап, майорларының алдына парад қылып өткізетін. Тұтқындар арасынан молда Абдулла Тақсыр ең болмаса шүберекпен ұятты жерлерімізді жабуға рұқсат етіңдер деп қаншама жалбарынғанымен оны елемеді. Керісінше мазақ қылып қорлап тастады. Сол тұтқын жылдарында Яфа қаласының әкімі Уамар Байтар мырза, Аққа қаласының өкілі және 4-ші халифат армиясының инспекторы Асад Шакир мырза, бірнеше ғалымдар мен шарифтер және Наблус қаласы әкімшілігінен Сайфиддин мырза да арамызда еді. Тарихта өткен жабайылықтар мен инквизиция зұлымдығы біздің ағылшындардың көрген азабымыздың алдында түк те бола алмайды. Жер бетінде ешбір ұлттың қолынан келмейтін қорлықты, төмендікті ағылшындар жасады. Миссионерлер тек 1893 жылы Османлы мемлекетінің ішінде армен азаматтарына 3 миллион інжіл киелі кітап және 4 миллион христиандықты уағыз ететін басқа да кітаптар таратқан. Бұл факті бойынша жаңадан туылған баланы да қоса есептегенде әрбір армен азаматына 7 кітаптан берілген болады. Сол жылдарда Осман елге кіріп алған христиандардың ішінде тек қана Америка миссионерлері жылына інжіл таратуға 285 мың доллар жұмсайтын еді. Миссионерлердің мұндай қомақты ақшаны діндеріне болған махаббаттар арқасында жұмсады деп айту да аңқаулық болады. Өйткені миссионерлер үшін де сауда тауары болып есептеледі. Бұл ақшаны Түркияға исламды жою үшін, Османлы империясын құлату үшін жұмсаған миссионерлер христиан елдерінде ұйымдастырған. Митингтерде түріктер армен бауырларымызды қырып жатыр, оларға көмек беру керек деген уағыздармен бұл ақшаны жүздеген есе артығымен жинап алған. Тағы да сол жылдары колледждерде, шіркеулерде миссионерлердің алдауымен, қолдауымен және ағылшын әскерінің елеулі көмегімен грек азаматтары да Афинада және Енішехирде көтеріліске шығып, әйел балашаға демей 100 мыңдаған мұсылмандарды қырып салды. Бұл көтеріліс Эдхем пашаның қол астындағы күштермен 1895 жылы тоқтатылды. Бұл жеңіс тек гректерге қарсы емес, сонымен қатар бұларды көтеріліске қайраған ағылшындарға да қарсы соққы болды. Англия дәулетін басқарып отырған 3 билік король, парламент және шіркеу, яғни Уэстминстер 1512 жылына дейін парламент және король сарайы Уэстминстердің ішінде еді. 1512 жылы шыққан үлкен өрттен кейін король Букингем сарайына көшіп, парламент пен шіркеу бір шатыр астында қалды. Англияда шіркеу мен мемлекет билігі бір-бірімен тығыз байланысты. Король және королеваға тәжілерін шіркеуде бас боп кигізеді. Ағылшын орталық статистика бюросының қоғамның бет алысы атты баяндамасында әрбір 100 ағылшын нәрестенің 23-і некесіз қатынасын дүниеге келуде деп жазған. Стамбулда шығатын газеттің 1990 жылы 7 мамырдың санында ағылшын полиция басқармасы Скотланд Ярдтың берген рапортына сүйеніп жарияланған хабарында Лондонда жан қауіпсіздігі қалмаған, әсіресе әйелдер үшін өте қауіпті қалаға айналған жазылған. Ағылшын полициясының баяндамасы бойынша соңғы 12 айда зорлық мен ұрлықтан бастап қылмыстың барлық түрлері едәуір көбейген. Бүкіл дүние жүзінде және бүкіл діндерде отбасы әйел мен еркектің қосылуымен болатын мәлім, ал ағылшын заңдары екі еркектің қосылуын да мақұлдайды. 1987 жылы 12 қарашаның санында бір Стамбул газетінің ағылшын армиясындағы масқаралық атты мақаласында патшайым 2-ші Елизаветаның жеке сақшы полкіне жаңадан түскен жігіттердің намысын тиіп зорланғаны, оларға жан түршігерліктей қорлық көрсеткендері жазылған. Ағылшын Guardian газетінде 200 мың қыздың балиғат кезеңіне келгенде әкесі тарапынан зорланғаны үшін сотқа арыз жазып, мемлекеттің олардың өз әкелерін қорғауын сұраған жазған. Ал
BBC телеканалы сотқа шағымданған жәбірленуші қыздардың саны шамамен 5 миллионды құрайтынын баяндаған. Британия елі жер ресурстарының учаскелердің өз азаматтарына бөліп берілуі жағынан да әлемнің ең әділетті структурасына ие. Ағылшын шаруасының жер реформалары үшін лордтармен болған таласы күресі тарих кітаптарына түскен. Бүгінгі таңда да Англия жерлерінің 80% ерекше жеңілдіктерге қол жеткізген элита деп аталатын азшылықтың қолында екен ақиқат. 1992 жылы 31 мамырда жексенбі күні шыққан Түркия газетінде мынадай бір ақпарат жазылған. Англияда материалдық жағдайы құлдырауы нәтижесінде жұмыссыздық, жоқшылық және өзін-өзі өлтіру, суицид оқиғалары көбеюде. Ағылшын медициналық журналында Оксфорд ауруханасының 2 дәрігері өздерінің қабылдауында болған пациенттердің жыл сайын 100 мыңның өзін-өзі өлтіруге тырысқанын, бұлардың 4500 өліп кеткенін анықтаған. Бұлардың 62% жас қыздар болған. Реактивтік ұшақтар мен бомбалар мен зымырандар мен жыл сайын 100 мыңдаған мұсылмандарды қанын төгіп шахид еткен 100 мың отандастарын өзіне қол жұмсауға итермелеген жер бетінде ағылшындар сияқты залым, қатыгез, жабайы бір мемлекет бұрын соңды болмаған. Ирландия болса қазіргі күні Англияның басына қонған бәле болды. Адам өзі үйреніп қалған әдеттерін жақсы көреді. Бұлардан айырылуды қаламайды. Өзі келе өзінің үйіне, мекеніне, қаласына үйреніп, бұл жерлерден айырылу оған өте қатты тиеді. Кейін келе сауда-саттық жасайтын дүкеніне, мамандығына, бала-шағасына, тіліне, дініне үйренеді. Бұлардан да айырылғысы келмейді. Міне осындай жолмен халықтар әртүрлі нәсілдер, ұлттар, әдет-ғұрыптар қалыптасады. Олай болса, бір халықтың өз дінін жақсы көруі, өздерін сол діннің өкілдері де санауы, өздерінің ұстанған дінін жете түсінгендігінен, хақ деп тапқандығынан емес, сондықтан ақыл иелерінің бұл жағдайда істер әрекеті өз дінімен бірге барлық діндерді зерттеп, солардың ішінде ақиқат дін деп танығана иман ету болмақ. Өйткені бұзылған, жойылған дінге байлану адамды мәңгілік азапқа, пәлекеттерге сүйрейді. Егер ақиқат дін қайсысы екендігіне қалай білемін, мен көзімді ашқалы естіп үйренген ұстанған дінімнің ақиқат екендігіне сенемін, өз дінімді жақсы көремін дейтін болсаң, мынаны білгенің жөн. Дін дегеніміз Алла Тағаланың пайғамбарлар арқылы жіберген әмірі мен тыйымдарына мойынсыну. Бұл бұйрықтар адамзаттың Алла Тағаланың алдындағы және бір-бірінің алдындағы міндеттерінен тұрады. Стамбулда шығатын Түркия газетінің 13 қыркүйек 1996 жылғы санында төмендегі мағлұматтар жазылған. Батыстық ислам дұшпандары кейде күш-қуатпен, кейде әртүрлі қулықтар жасау арқылы басып алған ислам мемлекеттерін, мұсылман елдерді ғасырлар бойы жәбірлеп байлықтарын талап отырды. Бұл өлкелерде жер асты және үсті қаншама табиғи байлықтары болса, барлығын тасып алып кетті және сол елдердің рухани жағын, діндерін және тілдерін, әдет-ғұрыптарын жоғалтуларына себепші болды. Осы ислам дұшманы болған отаршы мемлекеттердің көшбасшысы Англия мемлекеті болып келді. Ағылшындардың отарлап қол астында ұстап ең маңызды колониясы Үндістан еді. Ағылшындардың дүние саясатына мықты күшке ие болып, әлемнің супер державасы деген атақты иеленулері Үндістаннан талап тонап тасып отырған шексіз байлықтардың арқасында болған. Тек қана бірнеше дүниежүзілік соғыста Англия бұл колониясынан 1,5 миллион әскер және 1 миллиард рупий нақты ақша алған еді. Бұл күштің көп бөлігін Османlı Ислам империясын бөлшектеп құртуға жұмсады. Ағылшындардың тыныштық кезеңдерінде экономикасын ауыр және жеңіл өнеркәсіп салаларын өркендетіп, дамытып, бағып, толықтырып тұрған фактор тағы осы Үндістан болатын. Үндістанның басқа ислам мемлекеттерінің ішінде ағылшындар үшін ең үлкен қан алушы мемлекет болудың екі себебі бар. Біріншісі, ағылшындардың әлемді тонауларына кедергі болып тұрған ислам дінінің осы елде көп таралғандығы және биліктің мұсылмандар қолында болуы, ал екінші Үндістанның аңызға айналған қазба байлықтары болатын. Ағылшындар Үндістанның уысынан шығармау үшін Үндістанға алып баратын жолда орналасқан ислам өлкелерінің барлығына соғыс ашып, ол жерлерге фитна, бұзақылық кіргізіп, бауырлары арасына суытып, ол мемлекеттерге әкім болып, қазба байлықтарды, өнімдерін, табыстарын тонап, өз елдерінің қоржынына құйып отырды. Осман империясының әрбір басқан қадамын аңдып және саяси ойындар, қулықтар арқылы Осман империясының орыс патшалығына қарсы соғысқа итермелеп, оны
Үндістанға көмектесе алмайтындай жағдайды келтіру, бөліп жаулап алу ағылшын саясат негізі болады. Ағылшындар Османы-түрік орыс соғысы кезеңінде Үндістанды Англия патшалығының қарамағындағы бір мемлекет деп дүниеге жария етті. Атақты масондардың бірі болған Мидхат пашаның Осман империясы соғысқа жетелеуі ислам үшін жасаған үлкен қиянаттардың бірі еді. Сұлтан Абдул-Азиз ханның өлтірілуі де ағылшындардың жасаған жоспарлары болатын. Ағылшындар өздерінің сатылған және өздері даярлаған адамдарын Османлы империясы ішіндегі маңызды лауазымға отырғызған еді. Бұл сатқындардың аты жөні мұсылманша болғанымен заттары, ой-пікірлері нағыз ағылшындардікі болатын. 28 қазан 1857 жылы ағылшындардың Үндістан мұсылмандарының азаттық көтерілісін қанға бояп жаншығанын Лондонға Осман империясының ресми органынан құттықтау телеграммасын жіберіп, жағымпазданған кісі ағылшындардың күшігі болған сатқын Мұстафа Рашид паша болатын. Үндістан халқын ислам дінінен алыстату үшін ағылшындар ол жердегі барлық медресе және балалар мектептерін түгелімен жапқызып тастады. Халықты басқара алатын барлық ғалымдар мен дін қызметкерлерін қырып жіберді. Ағылшындар өз колониясына айналдырған барлық елдерде ислам ғалымдарын, ислам кітаптарын, ислам білімдерін беретін мектеп медреселерді жауып отырған. Осылайша діннен мүлдем хабары жоқ жас ұрпақтар тәрбиелеген. Ағылшындардың басқарып отырған жерлеріндегі әкімшілік орындарында отырған адамдардың аттары Ахмед, Мұстафа, Әли сияқты мұсылманша болғанымен олардың ислам дінімен байланыстары тек қана аттарының мұсылманша болуымен шектеліп қала берді. Ағылшынның қолы тиген мұсылман елдерінің өз парламенттері, өз тәуелсіз биліктері болғанымен олардың ешбірі ешқашан тәуелсіздіктен құтыла алмаған. Ағылшындардың айтқандарынан шықпай, солардың айтуымен елдерін басқарып отырған.